Шашпау қазақ қыздары үшін әшекей бұйым ғана емес, бойжеткеннің тәлім тәрбиесінен де хабар береді. Оны тағып жүрген кезде қатты сылдырласа қызды шошақай деп таныған, ал сыңғырлатпай сыпайы жүрген қыздан әдептілікті аңғарған. Шымкенттік оқушы Әсел Мұсаева болса, осы ұлттық бұйымды қазіргі заманға сай етіп жаңартып, шашпауды омыртқаны қисайтпайтын әшекей ретінде зерттепті. Нәтижесінде шашпау омыртқаның мойын жақ бөлігін бұзылудан сақтайтынын анықтаған. Осы құрдастарынан көптеген омыртқа ауруына осы шағымдарын естіп, осы мәселені шешу үшін шашпау мен шолпыны альтернатива ретінде ұсынуды жөн көрдік. Негізі мен бұл тұжырыммен таныс болғаннан кейін, сенімділік үшін біз мектебімізде 7-ші сынып оқушысын бақылауға алдық. Яғни сол қызға шашпауды тағып, осы бір уақыт мерзімде бақылап отырдық. Ал дәрігерлер медицинада шашпаудың белгілі бір деңгейде омыртқаны қисайтпауға көмектесетіні әлі дәлелденбеген дейді. Өйткені омыртқаның қисаю бірнеше классификацияға бөлінеді. Ал шашпау олардың нақты қайсына ықпал ететіні белгісіз. Сондықтан нақты ғылыми тұжырым қажет. Менен таныс емеспін толықпенен ол жобаменен. Егер ондай Қазақстанда оқушыларымыз егер осыған қызығып, қазір осының артынан қуып жатқан болса, ол қуантады. Егер анық ондай жобамен жүргізетін болса, онда ғылыми зерттеу институттарында біз сияқты институтқа келіп, біздің ауруларменен келісіп, немесе поликлиникаларда келетін кісілерді ортопед, травматологтармен келісіп, сол ауру бар науқастарменен жұмыс жүргізілу керек, сол жерде зерттеу жасалу керек. Ол жай омыртқаның қисаюына әсер етеді деген сөз меніңше қателік. Тарихшы Қалжан Рақымжанов болса, қазақ халқы шынымен де бойды тік ұстап, сымбатты болып өсу үшін қыздың шашына шашпау таққанын айтады. Бізде шашпау мен шолпының екеуі айырмашылығы бар. Осыны ажыратуымыз керек біріншіден. Екінші, шашпау тағылған кезде шашпаудың килограммы бар. Мысалы, кейбір шашпаудың килограммы 2-3 килограммға дейін болады. Оның салмағы. Ол жерде енді жаңа шашпауға қолданылатын тас, жаңағы алтын бұйымдардың, күміс бұйымдардың, маржан тастардың салмағына қарай. Енді ол шашпауды қыз балағын өрген кезде, ол шашпау артқа тартады. Сол кезде қыз баланың бел, омыртқа, сосын мойын түзу болады. Қазір шашпау тағатын қыз сирек. Дегенмен мұндай пайдасын білетін кез келген бойжеткен дәстүрді дәріптеп, сұлу әрі сымбатты болу үшін ұлттық әшекейімізді тағуға әзір екені анық. Түнгі аспанға ай нұрын шашқаныңдай ай, жарасып тұр көркіңе шашпауыңда Маржан Үспек, Пердебек Біләлбек, Қобыланды Өтеген, Іңкәр Мұсатаева, арнайы Қайырлы таң үшін.